Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Бүгінгі ашық сабағымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Тақырыбы дәстүрлі ән сабағында дауыс қою ерекшеліктері. Отыра ғой. Сабақтың мақсаты оқушыға ұлттық нақышты сақтап, қазақтың дәстүрлі ән айту оқушының дыбыстау мәдениетін қалыптастыру. Ары қарай біз дауыс қою жаттығуларын домбыра аспабының көмегімен көрсететін боламыз. Біз бұл жерде қол жүргізу жаттығулары және дауыс ашу жаттығуларын бірге қолданамыз. Себебі біз домбырамен ән салатын болғандықтан домбыра шертеміз. Ал енді жаңағы әнді нақышына жеткізіп айту үшін не істейміз? Біз дауыс аппаратының көмегіне сүйенеміз. Сондықтан біз дауыс қою жаттығуларын домбыраның көмегімен дайындалатын боламыз. Үйде тапсырмаға берілген дауыс қою жаттығулары туралы кішкене өзімді көрсете қояйын. Енді ары қарай біз тағы жаттығуды көрсетуіміз керек. Стакката деген жаттығуды көрсете қояйық. Мен сізге үйге тапсырма берген болатынмын. Қандай тапсырма бердім? Қысмет деген әнді бердім, иә? Әсет Найманбайұлының Қысмет деген әнді бердім. Соның бір шумағын айтып бере қойшы. Осы дәстүрлі ән деген тақырыпқа оралайық. Яғни дәстүрлі ән дегенімізді қысқаша айтатын болсақ, ұлтымыздың көне заманнан ескі заманнан қалыптасқан бай қазынасы. Ол біздің рухани қазынамыз болады. Яғни ол фольклорлық музыка саласының бір тармағы. Жаңағы фольклор дегеніміз халық даналығы, халық білімі, халықтың ауызша шығарған туындысы деген сөз. Сонда яғни дәстүрлі ән деген сөз сонда мағынасы
ауызша келеді, яғни халықтың даналығы, біздің ауызша шығарған туындылар, иә, халқымыздың ата бабамыздың. Сол міне ұрпақтан ұрпаққа жетіп бізге дейін жетіп отыр. Яғни біздің ән қазынамыз, бұл біздің ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін қазынамыз. Ал енді ары қарай дауыс қою туралы айтылды. Енді дауыс қоюда ән айту дағдыларымен сөйлеу дағдыларын дамыту, яғни дауыс қою дегеніміз енді осы дәстүрлі әнде біз не істейміз? Ең алдымен дауыс қоямыз. Дауыс қою дегеніміз не екен? Ән айту дағдыларымен дауыс сөйлеу дағдыларын жетілдіру, яғни дамыту екен. Ал енді дәстүрлі әншілердің дауыс қойылымында, яғни көмейдің атқаратын қызметі өте зор болады. Ауыз қуысының жаңағы қуысының серпім күші үлкен, ауыз қуысының жаңғырығы басым болу керек. Бас қуысының жаңғырығын қалыптастыруды талап етеді. Яғни біз ән айтқан кезде жаңғырық арқылы дауысымызды шығарамыз дәстүрлі әнде. Енді ары қарай кеттік. Дәстүрлі әншілерге даналық еркіндікті шектемейміз. Бұл жерде вокал мәдениетін дәріптеу қажеттілігі туады. Вокал дауыстың сапасын арттырады, яғни дыбыстардың сапасын көтереді, нотаның ұзақтығын қамтамасыз етеді. Ол мына жерде мінекей вокал деген термин шығып отыр. Оның мағынасы ән айту өнері. Ол итальян тілінде дауыс деген мағынаны білдіреді. Қандай мағынаны білдіреді? Дауыс деген мағынаны білдіреді. Дұрыс айтасың. Енді дұрыс тыныс алуды үйрену және резонаторларды еркін пайдалану дауыстың бояуын байытады. Әрі әншілерге жиі кездесетін дауыстың отырып қалу салдарынан сақтайды деген. Ары қарай кеттік. Вокал айтылды. Енді яғни біз дәстүрлі әншілердің дауыс қойылымын айттық. Енді біз диафрагма туралы түсіндірдік. Диафрагма деген бұл не? Яғни диафрагманы қалай түсінуге болады? Диафрагма дегеніміз сен қалай түсінесің? Ол яғни біздің дене мүшемізде орналасқан, яғни ол неге? Қабырға астындағы, қысқаша айтқанда, көлденең көгет екен. Яғни оны кең мағынада айтатын болсақ, бүгінгі ашық сабағымыздың тақырыбын толық аша алмай қаламыз. Диафрагма деген ол үлкен ұғым, оны қысқаша айту үшін ол ішкі құрысты етіге бөліп тұратын, қабырғалар кеп өкпе кеңінен ауа алатындай жағдай жасайтын жұқа бұлшық. Ол бізге тыныс алу үшін ең қажетті біздің мүшеміз. Ары қарай енді көмей туралы айтып өтейік. Көмей дегеніміз, көмей мойнының алдыңғы жағына орналасқанда ішкі қуыс шеміршекті мүшеміз. Көмейге біз ән айтқанда көмейге сүйенеміз. Яғни көмей әншілік дауыстың алғашқы дыбысын шығарады. Негізгі әншілік қасиеттерін, биіктігін, дауыстың дірілін, қуатын шығаратын маңызды орган көмей дегеніміз. Көмейді ашып дыбысты жинақтап алу вокал ғылымының ең маңызды саласы болады. Жақсы. Енді ары қарай кеттік. Біз енді тыныс алу туралы айтып өтейік. Қысқа уақытта тез тыныстау дейді. Қысқа уақытта тез тыныстау дегенді мен сізге түсіндіріп өтейін. Яғни тынысты әдеттегі ән айтуды тыныстаудан сырт, адамға сездірмей тыныстаймыз. Адам жаңағы қасында отырған адам сенің тыныс алғаныңды сезіне алмайды. Мысалы, ән айтып жатсың, тыныстап үлгердің. Аузыңмен жаңағы мұрын арқылы және ауыз арқылы тыныстап үлгердің. Мысалы, арғынмынның алдында арғынмын атым әсет арындаған арында. Вот арында тоқтам тыныс алып үлгеру керек. Вот солай. Ары қарай кеттік. Тыныс күшін демтірегін сақтайды. Дауыс жаттығуын жасағанда дауыстың желбезегін қолданғанда күш алуға тура келеді. Резонаторлық тыныстар біршама шоғылған іш арқылы тыныс алуға қолданылады. Яғни резонатор бізде бұл дәстүрлі әнде көбінде бас пенен кеуде резонаторын қолданамыз. Сондықтан жаңағы тыныс алуда осы резонатордың көмегіне сүйенеміз. Ары қарай демді тез алып үнемдеп шығару. Ол қалай? Шамадан тыс көп тыныс албасаң қайтесің, ән айта алмайсың. Көп тыныс алдың, сен уже даусың ауырлайды да, сен әнді айту емес, сен жаңағы ауаны шығаруға тырысасың. Сондықтан демді тез аламыз да, жеткілікті аламыз да, ақырындап шығарамыз. Міне.
мысалы сенің жаттығуың бар ғой. Вот сол кезде біз тез тыныстап үлгереміз да, ішке тынысты жинап ақырындап шығарамыз, иә? Жақсы ма? Енді тынысты ақырын алып тез шығару, ақырын аламыз. Яғни біз тыныс алған кезде екі қолды төбеге дейін көтереміз да, бастен кетеміз. Сімірілген ауа бүкіл денеге таралғандай болады да, соңында ауаны тез шығарып жібереміз. Қазір сізге көрсетейін, орнымызда тұрыңыз. Яғни қолымызды көтереміз, төбеге дейін көтереміз, тыныстаймыз, сосын шығарамыз. Яғни бүйтіп шығарып алады. Тістің арасынан дыбыс шығарып алады. Бұл яғни демді жаңағы тынысты ақырын аламыз да тез шығарамыз. Бұл енді сол неге жатады? Ары қарай кеттік. Тынысты тез алып тез шығару. Орнымыздан тұрамыз. Алақанды көтереміз де кеуде қоямыз. Алақанды кеудеге қойып, мұрын арқылы жоғары қарқында тыныс аламыз да, әр секундта бір рет тыныстаймыз. Міне, 1, 2, 3, 4, кеудеміз көтеріліп, қайтадан басталады. Бұл тек қана тыныс алу жаттығуы, бұл ән айтып жатқан жоқпыз, отыра бар. Ән айтып жатқан жоқпыз, тек қана тыныс алу жаттығуы. Енді ән айтудың 3 бағыты болады. Ән айтудың 3 бағыты болады. Яғни біз дәстүрлі ән айту бағытындамыз, енді жаңағы бізде эстрадалық ән айту бағыты және академиялық ән айту бағыты болады. Дәстүрлі ән айту бағытында дыбыстың күші көмекейдің алдыңғы жағынан бастау алады да, ауыз уысының жаңғырығын негізі алады. Бұны жаңа айтып өттім, тура сондай жаңғырық арқылы айтылады. Ал енді эстрадалық ән айту деген қандай? Эстрадалық ән айту жаңағы әншінің дауыс тембрінің жылдамдығымен ерекшеленеді. Дауыс тембрінің ерекшеленеді. Олар қоңыр үнді болғандықтан, орта және төмен дыбыстардың шеңберінде орындалып жатады. Сондықтан эстрада әншілеріне де дауыс қою маңызды. Бірақ олар жаңағы дәстүрлі әнші сияқты көмейдің көмегімен жаңғырық арқылы айтып ондай көп жаңағы күрделі жаттығуларды жасамайды. Олар тек дауыс қою жаттығуларын ары қарай күнделікті жасап отыру керек. Енді классикалық ән айту бағытын қысқаша түсіндіріп өтейін. Классикалық ән айту бағыты көмейдің ең төменгі жағынан алған. Бұл да өте күрделі процесс. Ішкерде тереңірек орын алады да, ән айту әдісі көмейдің барынша ашу арқылы көмектеседі. Бұл да жаңғырық деп айтылмаған. Бұл да енді жаңғырық қолданылады, бірақ жаңғырықтың қуаттылығын талап етеді. Ал енді ән айту көмейінің барынша ашу арқылы дыбыстың кеңдігін, дыбыс желізегінің ашылып жабылу серпін күшін пайдаланады. Түсінікті ме? Енді тыныс алу жаттығуларына берейік. Яғни тыныс алу жаттығулары жаңағы өзім айтып өткендерім яо дыбыстары, легато жаттығулары. Тыныс алуды тексеріп отыру үшін қолыңызды ішіңізге қоясыз да, іштей 4-ке дейін санаймыз керек. Немесе былай шығаруымыз болады. Тез тыныстаймыз да, ақырын шығарамыз. Деп ауаны тістің арасынан шығарып отырамыз. Кеттік. Жасап көрейік бір рет. Жақсы. Енді мойынды бос ұстаймыз да, оң жақ сол жаққа қимылдатамыз. Жақсы. Ал жақсы, енді сергіту сәтімізге оралайық. Сергіту сәтімізге. Кішкене сергіту сәтімізге жасайық тұра оралымыздан. Менің қимылымды қайталайсың.
Ал енді бүгінгі сабағымызды бағалайық. Яғни сұрақ-жауаптар сұралатын болады. Дәстүрлі ән дегенді қалай түсіндің? Жаңа айтып өткендей, халықтың даналығы және халықтың ауызынан келеді. Бүгінгі ұрпаққа деп келе жатқан бай қазынасы, иә? Ал енді вокал деген не екен? Вокал деген ән өнері. Дұрыс айтасыз. Енді ары қарай кетіп, дауыс қою дегеніміз Дауыс қою дегеніміз дыбысты дұрыс айта білу. Дұрыс айта білу және дамыту, иә? Жақсы. Бүгінгі ашық сабағымызды осымен аяқтаймыз. Көп рахмет.